Тағылымы биік, аңыз бен ақиқатты ұштастырған жұмбақ сыр мен тылсымға толы тарих беттеріне үңілсек, халқымыздың сөз құдіретіне кенде емес екенін ұғамыз. Бір ауыз сөзбен дауды тоқтатып, бір ауыз сөзбен жауды қайтарған, білек күшімен емес, терең оймен ақыл парасаттың шешен тіліміздің арқасында биіктерден көріндік. Ұлттың азаттығы мен ашық аспанының, ұлт болып қалыптасуының, мәңгілікке қол созып көз тастауының, биіктерге ұмтылуының алғышарты ұлы тілінің асқақтауында жатыр. Тіл арқылы егемендік алдық, астанамызды әлем таныды. Өнер, тіл, білім мен мәдениеттің, ғылымның ордасы сен. Астана, Астана, әлем таныған жас қала. Астана, адамдар сияқты өз тағдырың бар, қайталанбайтын өмір баяның, дүниеде ешбір жерге ұқсамайтын өзіндік айрықша мінезің, белгілерің бар. Сенің ғажайып ғимараттарың саған қарап бой түзейді. Ал бүгінде экспо көрме индустриал инновациялық дамуының қозғаушы күшіне айналды. Мен де өзіңдей жаспын, арманға толы жас ұстазбын. Менің де өз ізденісім, еңбегім, тебіренісім, ақыл ойым, жігерім бар. Күш қуатым, шәкірттерім. Көп уақыт болмаса да, еңбегімнің жемісі нәтижелі. Оқушыларым республикалық, облыстық байқаулар мен тіл сайыстарында биіктерден көрінді. Осындай ұстаздық өмірімнің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіме басты себепкер сол. Ана тілім халқымның мәңгі ғұмыры. Оқушылар